Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Осы сабақта домбыраның бұраулын қалай келтіру екенін көрсетем. Ең оңай тәсілі ұялы телефонда қосымша арқылы келтіруге болады. Ол қосымшаға сілтеме төменде көресіздер. Ол қосымша iPhone телефондарына және Android телефондарға да бар. App Store'да немесе Play Market'те. Кеттік. Бірінші домбыраның астыңғы шегін келтіреміз. Шегін қалай келтіреміз? Құлақтарын бұрау арқылы. Төмен, жоғары, қатты, жұмсақ деп. Домбыра астыңғы шек, ол қосымшада G деген әріп. Басамыз G деген әріпке. Енді құлақты бұрау арқылы келтіреміз. Қызыл белгі ортаға келу керек. Асып кетті. Қайтадан түсіреміз. Тағы бір тексереміз. Астыңғы шек келді. Енді үстіңгі шегін олда да құлақта бұрауға келтіреміз. Яғни домбырада үстіңгі шек, ол қосымшада D деген әріп. D деген әріпке басамыз. Тағы бір тексереміз. Домбырамыз күй ойнауға дайын.